қауіпсіздігімізге тікелей әсер етеді. Тоқаев Қазақстан атауын өзгерту туралы ойын айтты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін ұлттық құрылтайдың алғашқы отырысы өтті. Жиында сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы елдің атауын өзгертуді және стан жалғауынан құтылуды ұсынғандарға жауап берді. Тоқаев республиканың аты өзгертілмейтінін айтты. Біз екінші республика құра бастадық. Алайда біздің кейбір азаматтарымыз референдум кезінде мемлекеттің атауын өзгерту керек деп ұсыныс айтты. Олар Қазақстан атауындағы стан жалғауын біздің елімізге және бүкіл Азияға жат деп санайды. Бірақ олай емес. Әлемде Пәкістан, Ауғанстан, Үндістан секілді елдер бар. Онымен қоса орталық Азия елдері бар, дейді Тоқаев. Ол 30 жыл ішінде Қазақстан тәуелсіз ел ретінде көптеген халықаралық шарттарға қол қойғанын атап өтті. Біз мемлекеттік шекарамызды орнаттық. Бұл жағдайда мемлекет атауын өзгерту жауапсыз шешім болар еді. Біріншіден, бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге және халқымыздың бейбіт өміріне тікелей әсер ететінін білейік, деп атап өтті Қазақстан басшысы.